Қылғыбыз үйренудің алғы шарттары, яғни біздің отырысымыз оң қолымызбен сол қолымыздың ысқышта дұрыс жатуы, орналасуы және дыбысымыздың қою, таза шығуы барлығы қылғыбыздың алғашқы шарттарына жатады. Енді біз ысқышты қалай ұстаймыз? Ысқышты екі саусағымызды қылдың ортасына кіргіземіз. Сұқ саусақпен бас бармақты ысқыштың шетін қысып ұстаймыз. Енді иығымыз, шынтағымыз барлығы біздің түзу жату керек. Иығымыз көтеріліп кетуге, қысылуға және ысқышты қатты қысып ұстап алуға болмайды. Бізде барлығы бос болу керек. Мынау иықтан келген салмақтың барлығын алып келіп, біз ішекке жатқызамыз. Ал кеттік, ре шегінде жүргіземіз. Ре шегін. Ре. Дыбысымыз қаны қою шығу керек. Оның дыбыстың дұрыс шықпауы ол қолдың дұрыс қойылмауынан болады. Сондықтан біз ысқышты жүргізген кезде тек қана жаңағы мен айтқан ескерту ережелерді ғана ескермейміз, біз сонымен қатар буынмен де жұмыс жасаймыз. Буынымыз біздің бос жату керек. Жаңағы мен айтқан бүкіл салмақтар келеді, неге ішекке жатады, и қолымыз сол кезде босайды. Буынымыз босағаннан кейін біздің қолымыз икемделеді. Икемге келгеннен кейін ол босап, жұмсақ жұмыс жасайтын болады. Кеттік, рэм жүргіземіз. Жаңағы мен айтқан барлық шарттармен жұмыс жасап көрейік. Міне көрдің бе, қолым босап отыр. Қатайтпаймыз қолымызды, жұмсартамыз. Молодец, алақан ашылады, алақан жұмылады. Иығымызды дұрыстаймыз, көтермейміз, тек отырамыз. Біздің тек қана ысқышымыздың жүруіне ғана мән бермейміз, біз отырысқа да мән береміз. Аяғымыз сәл қосыңқы, сәл қысыңқы және арқамыз тік болу керек. Қайттан кеттік. Ре. Өзім жүргізе ғой. Ляшені қоспаймыз. Бізге тек рэше ғана керек. Босатамыз. Иығымызды көтермейміз. Жақсы. Дұрыс. Ысқышты жүргізудің де өзінің шарттары бар. Ол қалай? Бізде ысқышымызды жүргізіп отырған кезде ол төмен, жоғары, төмен сырғымау керек. Яғни бір орнында барады, артқа барады және бір сызықта қайтып келу керек. Және де бұл ысқышымызды жүргізген кезде, қай шекте жүргізген кезде ысқышымыз қатты артқа кетпеу керек, қатты алдыға кетпеу керек, қисаймау керек, жоғары көтермеу керек. Ол бізде тек қана түзу бір ғана сызықпен ғана жүру керек. Шамата? Кәне кеттік. Өзің қайттан жүргіз решенде. Молодец, жақсы. Жақсы. Енді ля шегінде жүргіземіз. Ля шегіне ауысқан кезде реден ляға қатты бүйтіп көтеріп ауыстыруға болмайды. Яғни рені ойнап жүргізіп келеміз де ляға ақырын ғана ауысамыз, плавно. Реден көтерген кезде бізде тек бір-екі ғана миллиметрде ғана арақашықтық болу керек. Ол қатты көтеріліп кетпеу керек. Көрсің ғой, кәне кеттік. Ля шегінде де ойнаған кезде жаңағы дәл
решегінде айтылған ережелерді сақтаймыз. Иығымызды көтермейміз. Қолымызды, буындарымызды барлығын бос ұстаймыз. Және ысқышымызды түзу бір сызықта жүргіземіз, иә? Міне буын жұмыс жасапты, көрдің бе? Буынның жұмыс жасағаны сенің қолыңда ешқандай зажим жоқ деген сөз. Менің көмегімді жүргізе ғой, Рәшегім. Қобызда үйренудің алғы шарттарының бірі, яғни бірінші кезеңді көрсеттім оқушыға. Яғни тек қана ашық шектерде, ре шегі, ля шегінде жүргізуге бізге кем дегенде бір айдай уақыт кетеді. Оның ішінде оқушының қабілетіне қарай ол уақыт не ұзаруы, не қысқаруы мүмкін. Қылқобызда орындаудың алғы шарттарының бірі, яғни келесі кезеңге өтейік. Ол бізде сол қолдың ішекте дұрыс қойылуы, яғни дыбыс шығару, ноталардың таза қойылуы, алынуы осы сол жақтағы қолымызға, саусақтарымызға байланысты. Ол қалай? Бірінші саусақ алайық екеуміз. Бұл жақта да қолымыз қысылмау керек, иығымыз біздің көтеріліп кетпеу керек, барлығы бос жатады. Шынтағымыз жабысып қалуға болмайды, немесе қатты көтеріліп кетуге болмайды, бір қалыпта болу керек шынтағымыз. Былай қараған кезде эстетикалық түрінен де өте жағымды көріну керек барлығы. Себебі мысалы концерттерде, ертең конкурстарға барған кезде де ол жаңағы көзге әдемі де көрініп тұруға қажет. Енді мынаның барлығымыз босатамыз, барлық күшімізді әкеліп, саусағымыздың қоятын нотамызға мына ішекке жатқызамыз. Яғни тырнақтың мына жеріндегі етін ішекке тигіземіз. Ол басында ауыруы мүмкін, кейін ол үйренеді. Оны біз былай жай ғана былай жатқызып қоя салмаймыз, жай бітіп тигізбейміз. Именно біз оны жоғарыдан төмен қарай басуымыз керек. Сол кезде бізде дыбысымыз қою шығатын болады. Және қатты тағы бір мән беретін жері баспармақ. Баспармақ бізде главный роль, яғни басты рөлде болады. Басты рөлде болады деуге болады, себебі бұл баспармақтың қызметі бізде жоғары төмен сырғып беру. Төменгі ноталарды, жоғарғы ноталарды алған кезде ол жоғары төмен сырғиды. Және оның атқаратын қызметі, яғни мына жерден, иықтан, қолдан келген бүкіл салмақты осы біздің баспармақ ұстап тұру қажет. Баспармақтың қызметі, ол баспармақ біз алынып кетуге болмайтын, алдыға қарай шығып кетуге болмайды. Оның қызметі тек осы жерде жаңағы салмақтың барлығын ұстап беру. Түсінікті ғой, алып кеттік. Миді ойнаймыз, кәне? Ми. Ойнап көрмейді. Жақсы, қайта басын бастайық. Бұл бізде ре мажор, гамма. Гамманы ойнап отырмыз, кәне қайттан бастаймыз. Дыбысымызды шығарамыз. Қорықпаймыз дыбыс шығаруға. Тазаламыз дыбысты.
алғы шарттарының негізгі кезеңдерін көрсеттім. Енді біз яғни гаммаға көшіп жатырмыз және гаммаға келе жатырмыз. Гамманы жаңағы саусақты қалай қою керектігін барлығын көрсеттім, иә. Енді сол саусақтарды қою арқылы біз гамманы ойнадық. Гамманы тек қана ойнап қоймай, бізге не үшін керек гамма? Біздің есту қабілетімізді жақсарту үшін және дыбыстарды, ноталарды таза алу үшін керек. Сондықтан бізге гаммаға көбірек уақыт бөлу керек. Қайтадан ноталарды тазалап, гамманы қайталап көрейік. Ре дейміз, ре мажор, иә? Дыбысымызды шығаруды қорықпаймыз. Өзіңе кішкене сенімдірек, дыбысын қаттырақ шығар және таза ал дыбыстарды. Тағы жақсы. Жалпы қобыз бізде қандай аспап айта қойшы, білесің бе? Қобыз біздің көне аспап, қорқыт атамыздан қалған мына. Дұрыс. Жалпы біздің қобыздың құрылымы бар, иә? Саған құрылымының қысқаша түсіндірмедейін, сен есіңде сақтап ала ғой. Яғни мына жері бізде несі екен? Айтшы, мына жер. Төртбұрыш басы, иә? Ал мынау екеуі бізде құлағы екен, иә? Көріп тұрсың ғой құлағы. Құлақтан кейін не? Мынандай көріп тұрсың ғой мына жерде? Бұл тиегі. Тиегі екен, көрдің бе? Кіші тиек деп атайды бұны. Кейін мынау ұзын бізде қара жәнерге. Ұзын не екен? Мойыны екен, иә? Мынау не бізде? Ішегі, иә? Бұл ішектер бізде неден жасалған? Қылдан жасалған, иә? Кейін мына жерде мынау тері. Көрдің бе? Бұл әртүрлі теріден жасалады. Түйенің, ешкінің әртүрлі теріні кептіріп, осы жерге тағады. Осы тері арқылы бізде қобыздың дыбысы шығады. Ал мынау не? Бұл бізде үлкен тиек. Мынау кіші тиек болса, мынау үлкен тиек. Ал ысқышымыздың мынау не? Бұл да бізде қылдан жасалған. Көріп тұрсың ғой, иә? Жақсы. Әрі қарай сабағымызды жалғастырайық. Сабағымызды жалғастырамыз. Яғни біз қобызды үйренудің алғы шарттарымен таныстық, қолымызды қыздырдық, гамма ойнадық, дыбысымызды тазаладық. Енді біз шағын шығарманы ойнап көрсетейік. Біз өмірдің көрінісін қолымызды дайындаймыз.
Жарайсың Жанбота. Тағы бір рет қайталайық кәне. Кішкене өзімізге сенімдірек дыбысын қоюлатып алуға тырысасың. Шығарма барысында екі жақ қолыңды бақылауда ұстауды ұмытпа. Кәне кеттік. Тамаша, жарайсың. Және саған 5 деген баға қойғым келіп отыр бүгінгі сабаққа. Үйге мен саған біз өмірдің гүлімізді жақсылап талдап, жаттап келуге беремін. Мен айтқандай оң жақ қолымызды, сол жақ қолымызды, отырысымызды, арқамызды барлығын бақылауда ұстап отырып ойнайсың, және дыбысымызды, әр нотамызды таза алуға тырысуың керек, жақсы ма?